әріптестер, бүгін мен сіздерді керемет бір платформамен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін біз кез келген браузерға кіреміз. Өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы және іздеу жолағына webpic деп жазамыз. webpic.com деген бірінші шыққан сілтемеге кіреміз. Сіздерге осындай бет ашылады. Менде бетім автоматты түрде орыс тіліне аударылды. Егер де сіздерде ондай жоқ болған жағдайда тінтуірдің оң жағын басып перевести на русский дегенге бассаңыздар, бет орыс тіліне аударылады. Енді осы жерде бізде осындай бет ашылады. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркеліп кіресіздер. Мен уже бұл аккаунтпен тіркеліп кіріп қойған едім. Тіркеліп кіргеннен кейін осындай бет ашылады. Енді астыңғы жағына қарай түссеңіздер, мына жерде сіздерде мінекей создатель и писателі, яғни сіздер жасанды интеллекттің көмегімен кез келген жаңағындай баяндама, әңгіме сияқты нәрселерді құрап көмектеседі жасанды интеллект. Мына жерінде бізде жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен 1 минут, 2 минуттың ішінде презентация жасап береді. Ал мына жерде текст в изображении дейді. Яғни суреттің ішіндегі текст дейді, планировщик социальных сетей дейді, удаление фона дейді, фирменный комплект. Яғни бұл жерде тек қана біздің, яғни мұғалімдерге ғана емес, барлық салада қолданылатын сайттың аты webpic.com. Енді бұл жерде мен бүгін сіздерге осы Google презентация жасауды, жасанды интеллект арқылы жаңағы презентацияны 1 минуттың ішінде жасап шығаратын бөлімшесімен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін осының ішіне бір рет жертіп кіреміз. Бізге мінекей осындай бет ашылады. Енді осы жерде бізде мына жерде мінекей пошаговый түсіндіріліп жазылған. Не істеу керек, қалай істейді, әрі қарай не істейді деген сияқты. Как это работает, яғни еще жаңағы өздерінің YouTube платформасында түсіндірмесі бар екен, ағылшын тілінде тек ағылшын тілінде. Так, енді мына жерде ең басында жаңағы создатель презентации на основе искусственного интеллекта дейді. Осы жерде начать деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін сіздерге осындай бет ашылады. Мына жерде бірінші тақырыпты жазып өтесіздер. Мен мысалы мінекей история развития мышки компьютера деп жаздым, іздедім, презентацияны осы тақырыпқа құратын боламын. Енді бұл сайттың бір ғана минусы, бұл бізде орыс тілінде, қазақ тілі әлі жоқ. Сол себептен енді жоқ болып өзіңіз презентация жасағанша дайын шаблонмен, дайын мәтінмен сізге тез арада презентацияны құрып, одан да сол презентацияны жаңағындай переводчикқа салып аударып алсаңыздар, сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Әрі қарай тақырыбын жазғаннан кейін тон письма дейді. Мына жерде сіздер мінекей қандай тон болады, соны таңдайсыздар. Профессиональный, повседневный, творческий, веселье, неопределенный дейді, формальный дейді. Енді біз профессиональныйды таңдап көрейік. Профессиональныйды тілін автоматты деп тұр. Мына жерде тағы да басқа тілдер бар, бірақ қазақ тілі жоқ. Міне орыс тілін таңдаймыз. Страницы дейді. Мына жерде страница бізде 6-дан 20 бетке дейін ғана екен. 5 страница, 4 страница деген болмайды. 6 беттен басталады. Біз ортасы 8 деп қояйық. Стилімізді де профессиональный қылдырып таңдадық. Яғни презентациямыз осындай форматта шығатын болады. Немесе мінекей 6 сіздерде жаңағындай стиль көрсетіліп берілген. Встреча деген мынандай, элегантный деп тұр, простой, минималистический және отчет дейді, Біз профессиональный таңдайық. Енді мінекей мынау создать презентацию деген батырмасын басамыз.
мінекей бізге бірер минуттың ішінде 10 беттен тұратын осындай дайын презентацияны құрастырып берді. Эволюция компьютерной мыши, исторический обзор и современные тенденции дейді. Тақырыпты да қойып берді, Енді бұл жерде егер сізге сурет ұнамаса, бұл суретті сіздер өшіріп тастап, орнына басқа сурет қойсаңыз да болады. Егер де мынау қара фон ұнамаса, бұл фонды өзгертуге де болады. Мысалы, қара емес, жаңағындай көк қылдырып алып қойсақ егер. Мінекей сонда біздің жаңағы қара емес, немен бірге көк болып өзгереді. Енді осылай презентацияларыңызды дайын главное шаблонын сәл өзгертсеңіздер де болады. Енді мына сөзді мысалы біз белгілеп аламыз. Белгілеп алып копи дейміз, копировать. Мына жақта Google-ға кіріп переводчикті қосамыз. Мына жерге жаңағы көшірген текстімізді қоямыз. Компьютерлік тінтуірдің эволюциясы, тарихы, шолу және қазіргі тенденциялары. Көшіру және мынаның орнына қайтып қоямыз, Мінекей, осылай жаңағы немізді көшіріп алған мәтінімізді қоямыз. Және бұның түсін барлығын өзіміз өзгерсек болады. Жерде ақ түске дейін апарайық. Мыналарды үлкейтсек болады, кішірейтсек болады. Осылай отырып, біраз жұмыстарын жасап алсаңыз, өзіңізге әлде қайда көмек болады. Мына жерде мінекей развитие технологий дейді, современные тенденции, будущее мышки дейді. Және заключениясын шығарып береді бізге. И ең соңғы беті. Енді бұл жерде сізге өзіңізге байланысты 10 бет па 20 бетке дейін қоюға болады екен. Ол бір. Енді тағы да бір айта кететіні, бұл жерде сіздер шаблон. Егер де жаңағындай мәтінді өзім қоямын деп дайын мәтініңіз болса, онда мына жақтардағы мына шаблондарды, дайын шаблондарды қолданып жұмыс жасай берсеңіз де болады. Мысалы, бір шаблонды алайық. Мінекей осылай қоятын болсаңыз, мына жерге деп бассақ, мына жерде мінекей мына шаблондардың барлығы кірістіріліп кетеді. Егер бетті өшіретін болсаңыз, онда мынау 3 нүктесін басып, delete-тен бассаңыз, жаңағы презентацияның беті өшіріледі. Осылай жаңа бет қоссаңыз да болады, плюс батырмасын басып. Енді презентацияларыңыздың барлығын жасап болғаннан кейін, мына жерде мінекей download деген батырмасы бар. Download батырмасын басып, жаңағы PDF форматта презентацияларыңызды жүктеп алуға болады. PDF форматта немесе JPEG, PNG, яғни бұл да екеуі де сурет форматы, JPEG, PDF форматтарында презентацияларыңызды жүктеп алсаңыздар болады. Download дейміз. Ваш проект готов дейді. Мінекей менде презентациям жүктелінді PDF форматта. Енді бұны интернетке кіріп, мен PDF форматты слайд-шоудың форматына ауыстырып алсам болады. Так, әріптестер, тағы да мына жерде мінекей поделиться деген бар, яғни біз осы дайын презентациямызды өзімізге Facebookқа, Instagramға жіберсек те болады екен. Енді мына жерде мінекей жаңағы подарок дегенін басасыздар. Сөйтіп презентацияларыңызды толық экрандағы бетте көрсеңіздер де болады. Жақсы әріптестер, сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Теріңізге жарасын, мені қолдап кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.